Армысыздар, құрметті қазақ елі. Сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Қырғыз бен қазақтың достығына көз өтіп кетті ме, әлде сөз өтіп кетті ме? Жалпы сөз өтіп кеткен сияқты, мақтау сөз. Естеріңізде болса, сонау Еуропаның қақ төрінде Париждегі Олимпиада кезінде қазақ пен қырғыздың достығының қандай керемет екендігін қаншама халқымыз жүректері елжіреп жазған болатын. Сол дүбірлі дода кезінде қырғыздың балуаны Ақжол мен қазақтың балуаны Демеу бауырымыз бір-біріне қалай сый құрмет көрсетті, аға іні болып. Сол кезде қаншама қазақтың жүрегі елжіреп еді. Ұтылса ағасына атылды ғой деп. Демеу батырымыз финалға шығып жатқан кезде. Ақжолдың өзі сол кезде қырғыз балуаны Ақжол Демеу ағасына сәттілік тіледі. Ал енді содан кейін сәл ғана уақыт өткеннен кейін ойлап қараңыздаршы, Еуропаның төрінде жүріп бір-біріне деген сондай бауырмалдық көрсеткен қырғыз бен қазақ өз жерінде жүріп бір-бірімен қырқысып кетті. Ойлап қарасаңыздар, дүниежүзілік көшпенділер ойыны өте керемет басталып, ашылу салтанаты өте жоғары деңгейде өтті. Осы кезге дейін 4 дүниежүзілік сондай көшпенділер ойыны өтсе, соның бірде-біреуі дәл Қазақстанда өткендегідей жаңағыдай грандиозный дейді ғой, енді әлемдік деңгейде өте мықты ұйымдастыру жағынан болсын, жаңағыдай безендіру, яғни оформление болсын, этноауылдар болсын, батырлардың жаңағыдай жүріс-тұрыстары, садақ ату, небір керемет ойындар жүріп жатты, керемет басталып жатты. Қырғыз бауырларымыз келді, қазақ-қырғыз бір туған деп айғайлап, сондай қуанышты болып басталып еді басында. Артынан бір-бірімен қырылысып кетті. Оның шырқы кетіп, ақыр аяғында қырғыз бауырларымыз ренжіп, марапаттаудың өзіндегі жаңағы, қалай айтсам болады, көрсеткен мінездері енді бүкіл жаңағы эмоциямызды құртып жіберді десек те болады. Бірақ менің айтқым келетіні ол емес. Жалпы жамандықты тере берсең таусылмайды ғой. Мынадай сөз бар ғой, даналық сөз. Әппақ сүтке неғұрлым тесіліп қарай берген сайын, одан қара дақтарды да көруге болады деген. Менің ойымша, қырғыз бен қазақтың бауырластығы осындай ұсақ-түйек жаңағы екі халықтың арасындағы бірнеше тентектің әрекетінен бұзылмау керек. Егер ондайға бұзылып жатса, онан бауырластық деп қалай айтамыз? Осындай бір-екі тентектің айқай шығарғанына бола. Сіз қырғыз болыңыз, біз қазақ болайық, біз бауыр түбіміз түрік екенін ұмытпауымыз керек. Ең бастысы сол. Ойлап қараңыздар, дүниежүзілік көшпенділердің ұлттық олимпиадасы, яғни өтіп жатқан кезде сол көшпенділердің қасіретті тағдырын қалайша ұмытып қалдық біз? Айтыңыздаршы. Сонау атағы әлемге жайылған, өз замандағы ең алып империя болған Алтын Орданың қасіретті тағдырын қалайша ұмытып қалдық? Алтын Орданың құлдырауы, біздің түркі халықтарының жем болуы, отарлыққа түсіп, азапты күндерді бастан өткізуімізде сондай кикілжің, мына ауылды мына ауыл тонап, мына ауылдың жаңағы жылқысын ана ауылдың жаңағы тентектері барымталап деген сияқты, мына рудың шабындығын мына ру иемденіп алып деген сияқты, сондай руаралық, тайпаралық, ауыларалық сондай дау-жанжалдардың нәтижесінде үлкен қақтығыстар болып, ақыр аяғында бір-бірімізден ажырап, тіпті қасіретті тарихты, 300 жылдық қасіретті тарихты бастан өткіздік емес пе? Сол сабақ болмады ма бізге? Сол көшпенділердің ойынын өткізіп жатырып, сол көшпенділердің тарихын қалайша ұмытып қалдық біз? Сол қырғыз-қазақ дауына байланысты видео жариялаған едім. Сол видеоның астында қаншама жүздеген комментарий жазылған. Сол комментарийлардың ішінде мені ерекше назарымды аударған мынадай комментарий болды. Ол сөзді комментарийдің мағынасы мынадай: қырғыз бен қазақты дейді, ағайын деп жарияламай-ақ қояйық. Қырғыз қазақ бұлар тек қана көршілес республикалар, яғни шекаралас мемлекеттер ғана деген комментарийді оқыдым. Соны оқыдым да, былайша айтқанда біртүрлі болып қалдым. Себебі
осындай ұсақ түйек нәрселерге бола жаңағыдай ат құйрығын кесіп кетерліктей басымызға не күн туды деген нәрсе келді. Өйткені қырғыз болсын, қазақ болсын, өзбек болсын, осындай ұсақ түйекке бола қырылса беретін болсақ, біздің достығымыздың, сан ғасырлық қоңсы қонған тарихымыздың, салт дәстүріміздің ұқсастығын, тіліміздің, діліміздің ұқсастығы түкке керек болмай қалады. Бір-бірімізбен итше ырылдаса беретін болсақ. Құрметті бауырлар, ағайынның азары болса да безері жоқ деген сөз бар. Бұндай ат құйрығын үзіп кетерліктей не бастарыңызға күн туды. Сол ел ішіндегі 2-3 тентектің шыққанына, солардың іс-әрекеттеріне қарап бүкіл халыққа қалайша баға беруге болады? Соны айтыңыздаршы. Солардың кесірінен халықтардың арасындағы достыққа қалайша сызат түсіруге болады? Мынадай сөз бар ғой, жаман ұлт жоқ деген. Бұл мейлі қырғыз болсын, мейлі өзбек, мейлі американ, мейлі Қытай болсын, мейлі жаңағы үндіс болсын, жаман ұлт жоқ ешқандай. Кейбір тентектер болады халықтардың арасында. Бірақ қазбалай берсең, талай нәрсені қопара беруге болады ғой негізінде. Бірақ оның қандай қажеттілігі бар? Мүмкін шынында да мен қазақты да, қырғызды да ешқайсысын жақтамаймын. Өзім қазақ болсам да. Маған екі ұлттың да бірлігі керек. Ол ойында белгілі бір әділетсіздіктер, қатты айтылған сөздер, жаңағыдай қызу қандылықпен айтылған әңгімелер болған болуы мүмкін, Бірақ осыған бола айқай шығарып, жаңағыдай сол жерде жаңағыдай ұлттың атына неше түрлі сөздер айтудың қажет жоқ сияқты. Себебі әділ ойын, ол қандай ойын болса да, ол олимпиада болсын, бокс болсын, күрес болсын, қандай спорт түрі болса да, ол сол ережеге сәйкес өту керек, менің пікірім. Сол ережеге сәйкес өту керек. Және әділеттілік деген нәрсе болу керек. Бұл жерде тек қырғыз біздің бауырымыз, өзбек біздің бауырымыз, тек соларға ғана әділеттілікпен қарайық деген әңгіме жоқ. Ол мейлі біз американдықтармен бәсекеге түсейік, сайысқа түсейік, жапондармен сайысқа түсейік, қандай халықпен, қандай ұлтпен, қандай адаммен сайысқа түссең де әділеттілік деген нәрсе болу керек. Ойынның ережесіне бағыну керек. Сол ойынды таңдағаннан кейін. Сондықтан менің айтқым келіп отқаны, сондай бір болмашы нәрселерге бола біраз әңгіме айтудың керегі жоқ. Бет көріспейтін адамдар емессіздер. Ертең сіздер де бізге келесіздер Қазақстанға, қазақтар да Қырғызстанға барады. 2 күннің бірінде мына Алматы, Тараз жерінің халқы 2 күннің бірінде Қырғызстанда жүреді. Қырғыздың шекаралас ауылының халқы 2 күннің бірінде Қазақстанда жүреді. Бұл қалыпты жағдай. Тіпті қазіргі кезде бірыңғай осы түркі мемлекеттері орталық Азия мемлекеттеріне бірыңғай карта ұсыну, яғни мемлекеттердің арасында емін-еркін жүріп тұруға сондай ыңғайлы нұсқаны қарастырып жатырмыз. Ойлап қараңыздаршы, біздің бауырластығымызды, достығымызды арттыру үшін солай жұмыс жасап жатырмыз. Ал келіп тек бір көкпарға бола осыншама қызыл кеңірдек болып біріміздің бетімізді біріміз алып жатудың қандай қажеттілігі бар? Сондықтан тағы да айтамын, ағайынның азары болса да безері жоқ. Енді қырғыз бен қазақтың игі жақсылары дейміз бе, елге сөзі өтімді ағалары осы екі халықты татуластыру үшін бір мәміле жасап, келісіп бір-бірінен кешірім сұрап, артық кеткен, артық айтқан сөздері болса бір-бірінен кешірім сұраса, одан біреу тағынан түсіп қалмайды. Сондықтан бір-бірімізге жаңағыдай айтқан артық ауыз сөз, артық жасаған қимыл, қызуғандылықпен, түсінемін, ол ойын, оның қызығы бар, шыжығы бар деген сияқты, сол кезде қызбағандылықпен, ашу үстінде айтылып қалған сөздер болса, соған кешірім сұрап, сол екі елдің игі жақсылары, елге сөзі өтімді ағалары сөйтіп мәмілегерлік жасаса, сол дұрыс болады деп ойлаймын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұны осылай жаңағыдай осында бір сабақ ретінде қарастырып, келесі жолы бұндай нәрсені қайталамайтындай, екі халықтың арасында осындай бір түсініспеушілік болмастай жолын қарастыруымыз керек сияқты.